Сәлем инкубатор. Менің есімім Нусипов Ерсұлтан. Екінші этапта маған берілген тестовое задание это PlayPod деп аталады. Music стриминг былайша айтқан кезде. Ендеше бастайық. Так. Бұл приложение бізде уже деплой жасалған. И келесі заттарды көрсеткім келеді. Біріншісі это каталог. Каталогта бізде локально сақталған тректер көрсетіледі. Иә. Былай толығырақ айтқанда, это у нас cover page, cover image, альбомның сырты, title, название, исполнитель, жанр и альбомның атауы. Дальше мына жерде екі кнопка бар. Оны басатын болсақ, біріншісі это у нас мына страницаға лақтырады, где мы можем өлеңді тыңдай аламыз осылай. Дальше мынандай кнопка бар, қасында ол избранныйға қосады. Например, астындағы өлеңді бүйтіп звездочкасын бассақ, ол бізде мында фаворитсқа лақтырып жатыр ол өлеңді міне. Келесі это альбомдар. Осындай альбомдар локально сақталып тұр бізде. Біз, например, мынаны басатын болсақ, оның ішінде өлең шығады. Также есть фильтрация здесь. Например, рок тыңдасақ шықпайды, хард рок тыңдасақ шығады деген сияқты. Окей, келесі бізде мынандай поисковый строка, например, stay деп жаздық. Бұл өлеңдер бізде iTunes'тан келіп жатыр сырттан. Также бүйтіп өлеңдердің списогі шығады. Например, бүйтіп классикал десек шықпайды, лофи десек шықпайды, да? Хип-хоп рэп десек шығады деген нәрсе. Бүйтіп кіреміз. Также можно ол өлеңді бүйтіп басып, бүйтіп перемотка жасауға болады. Так, и мына жерде оны избранныйға қоссақ болады также, да? Мына екеуін қостық дейік, например. Избранныйға кіреміз, и ол міне сақталып тұр. Жалпы айтқанда осы назарларыңызға рахмет.